Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз Пупипай пирожный жасайтын боламыз. Өте дәмді, жұмсақ, керемет шығады. Жасап көріңіздер. Менің каналым сіздерге ұнап жатса, тіркеліп, пікір қалдырып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Пирожный жасау үшін бізге бір жұмыртқа, қант 100 грамм, қосып осылай аппақ болғанша миксерлеп аламыз. Сары май 50 грамм қосамыз. Бөлме температурасында еріген сары майымызды тағы да араластырамыз. Айран 100 грамм қосамыз. Тағы да араластырамыз. Мен алдын ала дайындап алдым. Оның 150 грамм, какао 40 грамм, бір шай қасық разрыхитель қосасыздар достар. Осылай бір келкі теста болғанша бізде араластырып аламыз. Міне әдемілеп араластырып аламыз. Енді кондитерлік пакетке салып салмамызды пергаментный қағазға домалақ етіп осылай істеп шығамыз пісіру үшін. Міне дайын 180 градусқа пісіріп аласыздар. Дайын Пупипай пирожныйларына крем жасайтын боламыз достар. Қант 60 грамм, сары май 70 грамм, қаймақ 130 грамм салып, қантымыз ерігенше араластырамыз. Осылай араластырып аламыз. Міне дайын крем. Пупипай пирожныйларын жасауға кірісеміз. Міне балалар өте сүйіп жейтін пирожный. Жұмсақ, дәмді шығады. Осылай жасаласыздар. Бетіне Қазақстан шоколадын жақтым мен. Микроволновкада ертіп алсаңыздар болады. Осылай жасадым. Міне өте дәмді шықты достар. Әсемдеу үшін мен осылай әсемдедім. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша әсемдеп алыңыздар. Міне әдемі болып шықты достар. Жасап көріңіздер, ас болсын. Менің каналым сіздерге ұнап жатса, тәттілерім, тамақтарым ұнап жатса, пікір қалдырып, тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Тағы да кездескенше алдағы уақытта рецепттер болады.